Қайырлы күн достар, бүгін бізде 8-ші сабақ. Hi Mike. Әріптердің аталуын, оқылуын есіңе сақта. I, V, S. I, V, S. Ал енді жаңа сөздер. I, a bike. Ride. 5, 9, a kite. Mike. Әріптерді тағы бір қайталаймыз. I, V, S. I немесе I деп оқылады. V дыбысын береді. S. Жаңа сөздерді де тағы бір қайталаймыз. I, мен, bike, a bike, велосипед, ride, айдау, 5, 5, 9, 9, a kite, батпырауық, Mike, баланың аты Mike. Әр сөзді 2 рет оқы. I, 5, 9, 9, Mike, bike, kite, ride. Әріптер мен дыбыстар. S әріпінің оқылуын есіңе сақта. Ол S дыбысын береді. S әріпі өте маңызды, өйткені ол заттарды көпше түрінде айтуға көмектеседі. Мысалы, егер сенде бір мысық болса, сен a cat дейсің. Ал егер мысықтар болса, cats. A cat, cats. A cat, cats. Бір мысық болса, a cat, мысықтар, cats. Қандай өзгеріс болды? A cat сөзіндегі әріпі түсіп қалды, қашып кетті, міне қашып бара жатыр. Және cat сөзіне s жалғанды. Cats, мысықтар. Егер сөздің соңына s жалғау жалғанатын болса, ол 2 түрлі оқылуы мүмкін. S және z. A cat, cats. A cap, caps. A kite, kites. Z. A bag, bags. A flag, flags. A table, tables. Екінші тапсырма. Сөздердің оқылуын тыңда. Содан кейін өзің оқып көр. A cat, 5 cats, 9 cats. A cap, 5 caps, 9 caps. A bag, 5 bags, 9 bags. A bike, 5 bikes, 9 bikes. A kite, 5 kites, 9 kites. A cake, 5 cakes, 9 cakes. Mike, ride a bike. Mike, make a kite. Енді сен I әріпін білесің. Сондықтан достарыңмен hi деп амандаса аласың. Hi, сәлем. Hi Mike, сәлем Mike. Hi Kate, сәлем Kate. Егер саған бір адам немесе бір нәрсе ұнаса, онда сен ол туралы like сөзін қолданып айтасың. Like, ұнату, жақсы көру. Мысалы,
I like Mike. Маған Майк ұнайды. I like bikes. Маған велосипедтер ұнайды. Үшінші тапсырма. Оқы және аудар. Hi, Mike. Hi, Jane. Hi, Kate. I like Mike. I like Jane. I like Kate. I like bikes. I like kites. I like bags. I like flags. Hi, Mike. Mike, take a bike. Ride a bike, Mike. Mike, take a kite and a bike. Jane, take 5 cakes. Take 5 plates, Jane. Kate, make 9 cakes. Take 9 plates, Kate. Үшінші тапсырма. Күнде жасап жүрген әріптер мен дыбыстарды байланыстыр. Суретке қарашы, Джейн мен Майк өздері не ұнататынын айтып жатыр. Суреттерге қарап, олармен бірге айт. Мысалы, I like cakes. I like flags. I like beds. I like hats. I like kites. I like cats. Және тағы басқа әр жағын өзің айт. Алтыншы тапсырма. Сөздерді суреттермен байланыстыр. Жетінші тапсырмадағы әнді тыңдап бірге айтамыз. Hi, Mike, ride a bike, ride a bike. Hi, Mike, make a kite, make a kite. Сегізінші тапсырма. Сөздерді оқып шық, суреттегі сөздерді дөңгелекте. Тоғызыншы тапсырма. Суреттегі заттарды санап, астына жаз.